Номер 825 есепте 1% белгілі, біз санды табуымыз керек. Яғни оның 1% біріншісінде 0,124-ке тең. Егер бізде 1% белгілі болатын болса, онда 1-ден 100-ге көбейтіп жібересіз. Яғни 0,124-ті 100-ге көбейтсек, оның бастапқы саны шығады. Сонда 24. Дәл сол сияқты барлығын 100-ге көбейтіп шығасыз. Ойша да көбейтуге болады, 80 деген сан. Яғни 80-нің 1% 0,8-ге тең. 24-тің 1% 0,124-ге тең. Яғни біз санның пайызды айналдырған кезде 100-ге бөлетін едік, сан айналдырғанда. Енді осы жерде керісінше 100-ге көбейтесіздер. 1%-ін табу үшін 100-ге бөлетін едік. Енді 100-ге көбейтесіз. Кері амал орындайсыз, теңдеу секілді ғой. Келесі 3-тікі 300 болады. 4 1,6 100-ге көбейткенде 160 болады. 5 7 100-ге көбейтемін. 700 болады. 6-шы 5,5-ті 100-ге көбейтемін. 55 болады. 7-шы 5-тен 1-ді 100-ге көбейтемін. Қысқарып кетеді. 20, сонда 20 болады екен. Келесі 8 4-тен 1 қысқарып кетеді. 25, сонда 25 болады. 9 10-нан 3 көбейтемін 100-ге, қысқарып кетеді. Сонда 30 болады. 10 1,5-тен 2-ні сразу бұрыс бөлшек түрінде жазам. 5-тен 7 болады. Көбейтемін 100-ге, қысқарады. 20 140 болады. 11 мұнда симай қалды, мұнда жазам. 11 2-ден 6 7 болады. 2-ден 7-ні 100-ге көбейтем, қысқарады. 50 350 болады. И 12 соңғы есеп. 4 28 31 бола ма? Көбейтемін 100-ге. Қысқарып кетеді. 25 31-ді 25-ге көбейтіп жіберіңіздер. 775 екен, 775. Так, келесі соңғы есеп 826. 826 есепте 3 бұрыш берілген. Осындай бір 3 бұрыш берілсін. Бұның периметрін табу үшін А, Б, С қабырғалар болсыншы, барлық қабырғасын не істеп шығатын еді? Қосып шығатын еді. Осының пайыздары жазылыпты. Бір қабырғасы периметрдің 34%. Мысалы, А қабырғасы 34%-ын беріп отырсын делік. Екіншісі 36%-ын беріп отыр делік. С қанша пайызы береді дейді. Балалар, біз 1,5 неше пайыз деп алатын едік? Әрине 100. Сонда периметр полный 100% деп алатын болсақ, 100-ден азайта саламын екеуінің қосындысын, не? Пайыздарының. Сонда 100 минус 70 ба? 10, 60, 70. 70 болады. Сонда 30% үшінші қабырғасына қалып отыр екен.